мұңайну. Біздің болар-болмас нәрселерге мұңаюымыз біздің әл күшімізді алады. Дүниеге қара көз әйнекпен қарап, жарықты және ондағы жақсы нәрселерді байқамай өзімізді бақытсыз сезінуге мәжбүрлейді. Болар-болмас нәрселер үшін, мәселен, ауа райының бұзылуы, жоғалған ақша, сырқаттану, киімге жұққан дақ, сынған табақ және басқалар үшін қайғырып, көңіл күйін бұзуға татымайтын нәрселер үшін қайғыға бата беретін кісілер бар. Әрдайым қайғырып, кішкентай қиыншылықтарды ауырлатып үйреніп қалған кісі әрдайым жүнжіп, пұшайман болып жүруімен өзінің өмірін ғана жаман етіп қоймай, өзінің қоршаған дүниенің сұлулығын көруге де өзіне өз тосқауыл болады. Тынышы жоқ кісі оның бар екенін, шексіз күш-қуатын көрсетіп тұрған жаратқанның әлемдегі көптеген кереметтерін байқамайды. Болмашы ойлар кісіні ұлы һәм мағыналы нәрселер туралы ой жүгіртулерден қалдырады. Құран оқып жатқанда, намаз оқып сыйыну сәтінде тағы басқа. Ғибадат сәттерінде ойларын жинауға тосқауыл болады. Ал енді ой жүгіртіп, ақыл-ойды мағыналы нәрсеге бұру кісінің жан дүниесі және иманы үшін өте маңызды. Бір күні өліп қалуы мүмкін деген ой тыныштық бермейтін кісілер бар. Өлім сөзсіз болатын нәрсе, және біз одан еш жаққа қашып құтыла алмаймыз. Ал енді бір күні өліп қалам деп қорқып, өмір бойы жылап қайғырған кісі үшін өмірдің қандай маңызы бар? Егер сен болар-болмас нәрселер үшін сары уайымға бата беретін болсаң, онда өзіңе жаратушы тарапынан жазылған тағдыр сөзсіз іске асатынын еске түсір. Егер бір нәрсе болып кеткен болса, демек ол дәл солай болар еді, деген сөз. Өйткені бұл дүниедегінің бәрі қалай болу керек болса, дәл солай болып өтеді. Кісі өзінің ақыл-ойы шектеулі және әлсіз болғандықтан әрдайым өмірінде болып жатқан оқиғаларға дұрыс баға бере алмайды, және кейде оған жамандық болып көрінген нәрсе шындығында ол үшін ұлы жақсылық болып қалуы мүмкін екендігін өзің еске түсіріп тұр. Өмірге оң көзқараспен және бізді сақтаушы, қорғаушы, кешіруші, сүюші, қамтамасыз етуші, түзу жолды алып барушы және бізге шексіз жақсылықтарды беруші, жәрдем беруші, жақсылық қалаушы жаратқанға ғана тәуекел ет. Бүгінгі күніңмен өмір сүр. Кешке шейін тірі өмір сүрсең, таңға шейін де өмір сүретініне толық сенімді болма. Ал енді таңға шейін өмір сүрсең, міндетті түрде кешке шейін өмір сүрем деп ойлама. Сен бүгін қазірдің дәл өзінде өмір сүріп жатырсың. Өткенді қайтара алмайсың, ал енді келешек әлі келген жоқ. Сондықтан бүгініңе, қазіріңе көңіл бөл. Бүгін туылып, бүгін ақ қайта өле қалатындай өмір сүр. Бәрін соңғы рет жасап жатқандай өмір сүр. Намаз оқуға кіріскен кісі бұл оның өміріндегі ақырғы намаз екенін білсе, онда намазын қалай оқитын еді? Әлбетте, бүкіл денін Аллаға қойып өте беріле оқитын еді. Ерекше беріліп һәм Құдайдан қорқып оқитын еді. Әрбір намазыңды солай оқып көр. Шынында-ақ сен кейінгі намазыңа шейін өмір сүресің бе, өмір сүрмейсің бе, оны білмейсің ғой. Әрдайым осылай оқымауың мүмкін, бірақ сен соған ұмтылуың керек. Жақсы істерді жаса, ол сенің өміріңдегі ақырғы ісің екенін елестет. Оны сен біраздан кейін өлеріңді біліп тұрғандай орында. Сенің барлық орындаған істерің және ғибадаттарың сондай болу керек. Өзіңді қайтпайтын нәрселермен, өткендерді еске алумен қинама. Өміріңді әлі болмаған келешекке қатысты қорқыныштармен алаңдатпа. Бүгінгі күнмен өмір сүр. Бүгін жасай алатын және жасайтын нәрселеріңді жасап қал. Ертеңге қалдырма. Өйткені ертеңгі күн сен үшін болар-болмасын еш білмейсің. Әрбір минутыңды бүгінгі күн үшін пайдалы. Өйткені осынау баға жетпес жақсылықтарды жасау өзіңе және басқаларға пайда алып келу, және жаратушы иесінің кешіріміне және сыйына лайықты болу деген сөз. Бүгін қолыңдағы барға разы бол. Өйткені ертең сен иелік қылған нәрселер не болатынын білмейсің. Бір ақын былай деп өте жақсы айтқан.
Өткен өтті мәңгілік, болашақ әлі белгісіз. Демек, бір сағат қана бар, сол сіздің еншіңіз. Егер сен бүгін бақытты болсаң, онда сен бақыттысың. Сен өткен мезгілдегі бақытың, бұл сол мезгілдегі бақыттылық. Ол сол шақта қалды. Ал енді саған келешекте келетін бақыт, бұл келешектің бақыты. Ол алда, әлі келмеді. Сондықтан бүгін бақытты бол. Екі дүниеде де бақытты болуды қаласаң, бүгін еңбектен. Сонда сен жаратқанның жарылқауымен оған ие боласың. Алдамшы сағым. Көпшілік кісілер өздерін бақытсыз сезінеді, өйткені олар өмірге бұрыс қарап, оны қате қабылдайды. Олардың бақытсыздығының себебі сыртқы ахуалдарда және басқа кісілерде емес, өздерінде. Олардың өмірге жасаған қате мәмілелерінде. Мұндай кісілер көбінесе қашан менде пәлендей нәрсе болады, мен сонда ғана бақытты боламын дейді. Олар қазір өзінде жоқ болып жетпей жатқан нәрсесі, мысалы машина, ақша, байлық, отбасы, жоғары білім, лауазымды қызмет, атақ, даңқ, тағы басқа. Бұл тізімді шексіз жалғастыра берсек болады. Болғанда ғана бақытты боламыз деп ойлайды. Бұл кісілер шөлде суы жоқ, жүріп алыстағы сағымды көріп алып, сол сағымға бара жатқан жолаушы сияқты. Ол бара береді, ал енді сағым болса алыстай береді. Ақыры оған жете алмай, қаны кеуіп, өлімге душар болады. Мұндай кісілер пенденің қалауы шексіз екенін түсінбейді. Жақсы үй туралы қиялданып жүрген кісі ойындағыдай үйге жетісімен, онда басқа қалау мақсат пайда болады да, ол сол мақсатына жетпейінше өзін бақытсыз сезініп жүре береді. Сөйтіп бұл өмірінің аяғына шейін жалғаса бермекші. Ең жаман жері, мұндай кісілер ешқашан өздеріндегі бар нәрселер туралы ойланбайды. Олар әрдайым өзінде жоқ нәрселер туралы ойланады. Олар Алла берген нәрселерді бағалап, оларға қуанғанды білмейді. Данышпан кісі, алдын көре білген адам ешқашан мен анау не мынау нәрсе болған, не түгендей болса, мұндай оқиға болып өткенде ғана бақытты болам деп айтпайды. Ол, мен бақыттымын, өйткені менде анау бар, мынау да бар деп айтады. Ол шынымен ақ бақытты. Егер Алла оған тағы да онда жоқ, бірақ ие болуын қалап жүрген нәрсесін беріп қойса, ол өзін бұдан да бақыттырақ сезінбек. Мұндай кісінің бақытты болуына қандай да бір жақсылықтың кем болуы ешқандай тосқауыл жасамайды. Ол жаратқанға берген нәрсесі үшін разы болып шүкір айтады. Сонда жаратқан оған жаңа жақсылықтарды тарту етеді және оған тағы үлкен нәрселерге жетуге жәрдем береді. Осылайша ол кісі өзін бұрынғыдан да бақыттырақ сезінеді. Бұл кемеңгер кісілердің бақытының сыры. Басқалар да олардан үлгі алса өте жақсы болмақ. Әлбетте менің пейішім менің көкірегімде. Адамның бақыты оның өзінде. Бірақ бұл дүниеде жаныңдағы бақытты байқамаған мыңдаған кісілер бар. Асықпа. Жаратқанның заңы сол. Әрбір нәрсенің өз уақыты бар. Ертең болатын нәрсе бүгін болмайды, ал енді бүгін болатын нәрсе сөзсіз бүгін болады. Біз көбінесе ертең болатын нәрсені ойлаймыз. Біз асығыстық жасап болатын, бәлкім мүлдем болмай қалуы мүмкін нәрселерге бас қатырамыз. Бізді келешекте бір нәрселер күтіп тұрады деп ойлап алып, сол нәрселерден қорқамыз. Шындығында ол келешектегі нәрсе болады және біз ертең не бір жұмадан кейін бізді не күтіп тұрғанын мүлдем білмейміз. Ал енді бұлай ойлау күту біздің бақытты болуымызға тосқауыл болып, мұңаюымызға себеп болады. Не үшін біз өзімізге өзіміз жаңа қайғыларды ойлап таба береміз? Не үшін болатын, бәлкім мүлдем болмайтын нәрседен қорқа береміз? Бұл бізге жамандық қана ойлайтын шайтанның сүйген амалдарының бірі. Құранда Алла тағала былай деп айтады. Шайтан сендерге кедейлікті уәде қылады. Бақара сүресі 268 аят. Яғни ол біздің жан дүниемізге ойша мұңаюды кіргізіп, жаратқанға сыйынудан және оған мойынсұнудан қалдырып, біздің иманымызды әлсіретіп, күнәға шақырып, кедейлікпен және басқа бәле-кесапаттармен қорқытады. Енді ол сол ұмтылған нәрсесіне жетпей қалсын.
Егер бүгін жаратқанның қалауымен бізде барлығы өз орнында болса, онда ертең де бұл жақсы жағдай бізді тастап кетпейді деген үмітке негіз бар. Алла тағала былай деп уәде қылған: егер шүкіршілік етсеңдер, нығметімді арттырамын. Ибрахим сүресі 7 аят. Демек бізге берілген нәрселер үшін ризалық білдіріп, жаратқанға тәуекел етіп, одан жәрдем, қорғау, кешірім, жақсылық, денсаулық тағы басқа сұрап, және біздің дұғаларымыз жауапсыз қалмайды деп үміт етуіміз керек. Біз ақыл-есімізді арқандай ұнамсыз нәрселермен толтырып аламыз. Оның орнына шынында да маңызды болған, бізге және басқаларға бақытты болуға жәрдем беретін, өзімізге және айналамызға пайда алып келетін нәрселер туралы ойлансақ жақсы болмақ. Біз шынайы, тура және ғажайып, жақсы және нұрлы, пайдалы және мағыналы нәрселерге жұмсайтын рухани күштерімізді болмаған нәрселерге жұмсап жатырмыз. Ұнамсыз сөзге мұңайма. Біз көбіне біреудің жамандағанын немесе жай ғана айтқан сынына қапа болып, сары уайымға батамыз. Ол соған татима. Егер сын пікір бір нәрсеге негізделсе және ол дұрыс болса, онда оның астарында біздің түзелуімізді қалау бар. Сондықтан біз оған разы болуымыз керек. Ал енді егер бізді жаратқанға мойынсұнып, одан қорқып тақуалыққа ұмтылып, жақсылық жасауға әрекеттеніп, жақсы істерді шын ықыласпен орындап жүргенімізге қарамай жамандайтын болса, онда бұл бәлкім жамандардың көре алмаушылығы. Ол бізге ешқандай зиянын тигізе алмайды. Көбінесе бізді көре алмағандықтан жамандайды. Яғни біз одан қайсы бір жағымызбен асып кетсек, оның оған шыдауы өте қиын. Жаратқанның бізге жарылқап берген жақсы нәрсесі үшін бәлкім ол бізді жамандайды. Мұндай көре алмас қызғаншақтардың ойынша бізде сондай жақсылықтардың болуының өзі күнә және үлкен қылмыс. Мұндай көре алмастардың жаман сөздері бізге тау-тасқа тиген жаңбырдың тамшысындай да әсер етпеу керек. Сөйлеп жатқан кісіге де, естіп жатқан кісіге де пайда әкелмейтін бұндай сөздерге құлақ салма, жауап қайтарма, оған наразы болма да. Мұндай ақылсыздардан жүзіңді бұрып кет. Оларға сенің өміріңді уландыруына және бақытыңды бұзуына мүмкіншілік берме. Олардың сөздеріне жауап берем деп өзіңді пәс қылып, олардың деңгейіне түспе. Жаман өсек аяң сөздерден жоғары бол. Егер сені жақсы, тақуа және лайықты кісілерді жамандауды әдетке айналдырғандар жамандаған болса, онда бұл қайғыратын нәрсе емес, бұл қуанатын нәрсе. Жұмсақтық, сұлулық. Жұмсақтық кісінің көркі, ал оның жоқ болуы жиіркенуді және алыстауды алып келеді. Жұмсақтық, сыпайылық, сүйкімділік, күлімдеу және жақсы сөздер. Бұлар бақыттылардың белгісі. Шынайы иманды кісі сондай болады. Ол ара сияқты. Жақсы нәрсемен азықтанып, жақсы нәрсе беліп шығарады. Оны гүлге қонғанында оны сындырмайды, не басқа зиян келтірмейді. Алла тағала жұмсақтық үшін қаталдық пен дөрекілікке берілмейтін нәрселерді сыйлыққа береді. Дүниеде әдепті, тәрбиелі кісілер бар. Олар сүйкімді жандар, оларды барлық жерде асыға күтеді. Келгенінде құшақ жайып, қуанып қарсы алады. Олардың сөйлеген сөздерінен, жұмсақтығынан, мейірімінен, көмегінен және тәртіптілігінен айналасындағылар рақат алады. Барлығы олармен араласқысы келеді. Барлығы олармен таныс болып, қарым-қатынас жасауға ұмтылады. Жұмсақтық олардың өзгеше мінезі. Бұл адамдар жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Сен жамандықтың қарымын қолыңнан келген ең керемет жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қас дұшпан болған адамның жан досыңа айналғанын көресің. Фусилат сүресі 34 аят деген қағиданы қолданады. Олар жамандыққа жақсылықпен жауап береді. Бауырмал болып мейірімділік танытады, реніштерді кетіреді. Ақылсыздардан бет бұрып ашуын басады. Жақсылықты еске алып, жамандықты ұмытады. Оларды жан дүниесіндегі салмақтылығы, сабырлылық пен сезімталдығы өзгешелеп тұрады. Ал енді
айналасындағылар олардан ешқашан зиян тартпайды. Бұл дүниедегі өмірлерінде олай айналасындағылармен тату-тәтті өмір сүреді. Ал енді ақиретте оларды ұлы сыйлық күтіп тұрады.